Ассалаумағалейкум достар. Мен бүгінгі видеода жеміс ағаштарын будандастыру мен телудің айырмашылығына қысқаша ғана тоқталып өткім келіп тұр. Өйткені әлі күнге дейін будандастыру деген сұрақтар келіп жатыр. Әлі күнге дейтінім, бұған дейінгі видеоларда мен прививкаға будандастыру сөзін қолданудың дұрыс еместігін түсіндіріп айтқан болатынмын. Оны енді кейбірі көрмесе керек, әлі де сондай сұрақтар келіп жатады. Будандастыру деген. Енді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, прививка, орысшасын прививка бар, барлықтарыңыз білсеңіздер керек. Енді қазақшасынан көбі шатысып жатады. Керісінше болу керек еді негізі. Қазақшасын дұрыс біліп, басқа тілдегі баламасынан шатысып жатсақ, негізі кешірімді болушы еді деп ойлаймын да. Біз басқа тілдегіні шатыспаймыз да, өз тіліміздегі атаулардан көп шатысып жатамыз. Будандастыру дегеніміз бір нәрсенің жаңа сұрыпын ойлап шығарар кезде, ол өсімдік болсын, ол мал болсын, жаңа сұрыпты шығарар кезде қолданылатын генетикалық жұмыс. Ол жерде аталық пен аналық міндетті түрде қатысу керек. Енді малдарда өздеріңіз түсінсеңіздер керек, қалай аталық пен аналықтың қатысатынын. Ал жеміс ағаштарында, ағаштарда, өсімдіктерде будандастырған кезде, ол жерде гүлдің аталығы мен аналығы қатысу керек. Ол жерде гүлде тозаңдану болу керек, аталық пен аналық. Екі сұрып, арнайы сұрып таңдалып алып, екеуін тозаңдандырғаннан кейін барып ол жемісті беріп, одан кейін шыққан сол дәннен өсіп шыққан тағы өсімдік соны өсіріп барып, соның ішінен таңдау жасап алынған кезде сол нәтиже будандастырылған жаңа өнім болып шығады. Ал енді мына прививка телу жұмыстарына келетін болсақ, ол жай ғана копиясын жасау ғой, былай айтқанда. Бір сұрыптың копиясын бірнеше есе көбейтіп, соны жасау. Жай ғана қағаздың өзінің копиясын жасауды барлықтарыңыз білсеңіздер керек. Ксерокопия жасаған кезде A4 форматындағы бір қағазды копиясын жасауға 2-3 секунд қана уақыт кететін шығар. Әр кетсе, жарайды 5 секунд деп алайық. Сол текстті компьютерде қолдан набирать ететін болса қанша уақыт кетеді? Орта есеппен 5 минут уақыт кетеді. Анаған 5 секунд уақыт кетеді. Сонда 10 есе көп. Енді осы айтқандарды қорытындылап қысқа сөзбен айтатын болсақ, телу ол ағаштарда хирургиялық амал, екі денені бір-бірімен жалғау үшін қолданылатын. Сонымен қатар мәдени сұрыптарды көбейту үшін қолданылатын. Былай қарағанда ол копиясын жасау. Бір сұрыпты алып аламыз да, соның копиясын бірнеше санға көбейтіп жасай береміз. Будандастыру дегеніміз жаңа сұрыпты ойлап шығарған кезде қолданылатын генетикалық амал. Ол жерде аталық пен аналық қатысады. Сонымен қатар біраз жылдар сарп етіп еңбек етуді талап етеді. Сондықтан да ондай істермен ғылыми институттар, үкімет тарапынан қаржыландырылатын сондай мекемелер айналысады ол істермен. Үй жағдайында ондай нәрселерді жасау адамға тиімсіз. Сондықтан да прививка сөзіне будандастыру сөзін қолданбауларыңызды сұраймын. Оның қазақша мағынасы бар. Ол телу немесе улау деп аталады. Ол айтатын себебім, YouTube деген бұл интернет желісіне шығып кеткеннен кейін, бұны бүкіл әлемнің кез келген нүктесінен көруге болады. Енді бізді кім түсінеді деп ойламай қойыңыздар, оны түсінетіндер де елдер бар. Былай қарасақ, біздің мына қырғыз бауырлар, өзбек бауырлар, олар да біздің видеоларымызды қарап, комментарийларымызды оқып отырады кейде. Бет алды біліп білмей ойымызға келгенді айта салып, сырттан қарағандарға солай күлкі болып жүрмейік ағайын.